Өскен жерге деген махаббатын керемет шумақтарменен өрнектеген апамыз. Келіңіз апа. Құтты болсын, жүлдеңіз. Bir sürü sonuçlar. Ağzımın azamатları, bizden keyingi жеткіншектер, мынау біз кеттік қой жан жаққа. Бүгін кетіп, әрқайсымыз ар жаққа ұшып кеттік. Бірақ осы ауылымызда қалған мынау біздің жас түлектеріміз еліміздің даңқын шығарып, еліміздің туын көкке көтеріп, міне бүгін ата-бабалар рухына зиярат еткізді, ас бердік, ол бәрімізге қабыл болсын. Тағы еліміздің 100 жылдық тойында атап өтіп жатыр. Азаматтарға үлкен рахмет. Тағы менің риза болатыным, бағана айтулардың баяндамасында Нұрышев Әбдіраман, ол менің мына бабам, ең бірінші құлға басқарма болған. Сол Әбдіраман. Содан кейін тағы мақтаныш ететін менің әкем Әбдіраман Дәрбай бірінші осы колхоз болған кезінде бірінші машина алып келген адамдардың бірі. Сол кісілердің атын шығарған осы азаматтарыма үлкен рахмет. Қайратжан саған айтар алғысым өте шексіз. Қайрат айтуар сосын абат осының басында жүрген мынау Жомарт Қожеке бәріне үлкен рахмет. Еліміздің туын көкке көтере беріңдер, даңқын асыра беріңдер. Садиқ апамның атасы басқарма болған. Әбдіраман Шымбай барған бір патефон сатып алған деп иманды осы Мәдина аға көп айтады. Сол жетістікке жеткен ғой, өзі Қарақалпақстан Республикасына қарай сол кезде құнды сыйлық патефон ғой. Оны да қол жеткен алып, соған шығарылған өлең ғой. Садиқ апа, Дәрбай аға менен атаңызды айтпасаңыз, маған рахмет айтпайды екенсіз ғой. Сау болыңыз, салауат болыңыз. Себебі біздің нағашымыз тамаларға еркелетпей осылай базмақтарлатын жеріміз бар.